Армысыздар, эфирде қорытынды жаңалықтар, қорытындылайық. Сіздермен мен Аяужан Болат. Аптаның ашықты жаңалықтарын алда көресіздер. Міне, тағы бір оқу жылына қадам бастық. Қыркүйектің 3-ші аптасында Қарашаңырақ Жетісу мемлекеттік университеті кезекті білімгерлер тобын қабылдады. Биыл бірінші курсқа 2000-нан аса студент түсті. Олардың құрметіне дәстүрлі салтанатты қабылдау шарасы биылда өтті. Қауышу кеші 2019 деген атпен ұйымдастырылған әдемі шараны әріптесім көріп қайтты. Әңгімеледі кешегі мектеп түлегі бүгін студент. Санаулы минуттардан соң олар салтанатты түрде білімгерлер қатарына қабылданады. Ендеше Қарашаңырақтағы айтулы шараны бірге көрейік. Жүректе жалын, көзде от, көңіл алып ұшып тұрған сәт. Биыл оқу жылында бұл Қарашаңыраққа арманын арқалап 2000-ға жуық студент келді. Қатарында болашақ заңгер, журналист, әскери қызметкер сынды түрлі мамандық иелері бар. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде бакалавр, магистратура, докторантура, тіпті колледжде білім жүйесімен қамтамасыз етеді. 1500 бакалавриат, 138 магистратура, 22 докторантура және 300 көлемінде колледж студенттері қамтылып отыр. Оның 138-і бүгінгі күні мемлекеттік грантта болса, 318-і жергілікті білім беру грантымен қамтылып отыр. Жалпы бұл дәстүрге айналған қауышу кеші өз жалғасын таппақ. Студенттеріміз барлығы лық толы, залда өте жоғарғы көңіл күй, атмосфера тамаша. Кешегі мектеп қабырғасындағы оқушы енді студент. Салтанатты шарада бірінші курс білімгерлерін университет ректоры Баймырзаев Қуат Маратұлы арнайы құттықтады. Білім көкжиегін шарлауға дайын жастарға сәттілік тіледі. Мұнан соң студенттік өмірдің басты құжаты табысталды. Барлығы студенттер атынан қос білімгер 4 жылда абыроймен өткеруге ант берді. Журналистика мамандығын именно осы Жетісу мемлекеттік университетте оқығым келді. Себебі бұл жерде сапалы білім ең алдымен. Екіншіден, республика бойынша Жетісу мемлекеттік университеті 12-ші орында алады. Сол себепті де мен осы университетті таңдадым. Және де бұл жерде адамдар өте қарапайым, сонысымен маған өте қатты ұнайды. Және де жоғарғы курс студенттері төмен курс студенттеріне көмектеседі. Студенттермен қауышу кеші 2019 көңілді бәрекелді қошеметтеріңіз. Жүзінен оны аңғару қиын емес еді. Салтанатты жиынға эстрада әншілері Өмірқұл Аясов пен Еңбек Жымбай арнайы келді. Өнерлерін ортаға салды. Әсем көңілді би, жарасымды әзіл жиналғандарға ұсынылды. Ең бастысы білім ордасының студенттерге арналған түрлі үйірмелер таныстырылды. Айта кетейік, қазіргі таңда университетте 6000-нан астам студент білім алып жатыр. Білім мекемесі тек білім беріп қана қоймай, түрлі шара, үйірмелер арқылы студентті қоғамдық өмірге бейімдеп, салауатты өмір салтын ұстануға бағыттайды. Ендеше бізде балмұздақ білімгерлерге сәттілік тіледік. Аяужан Болат, Ділмұрат Құйзатұлы, оқу телестудиясы. Жемқорлықпен күрес қоғам алдындағы басты міндет. Осыны насихаттаған облыстағы Жетісу адалдық алаңы жобасы университетімізге келді. Ондағы мақсат студенттер үйінде білімгерлердің күнделікті тіршілік жағдайымен танысу, сұхбаттасып сауалдарына жауап берді. Гүлнұр Қанатқызы баяндайды. Жетісу адалдық алаңы студенттермен кездесті. 10 қыркүйек жобаның жетекшісі Аманжол Жазықбаев Нұр Отан облыстық партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ғалиасқар Сарыбаев студенттер үйін аралады. Ондағы мақсат жаңа оқу жылында білімгерлердің тұрмыс тіршілігін біліп, жатақхана жағдайын анықтау. Бүгін Жетісу адалдық алаңы жобасының аясында республика бойынша бізде осы бүкіл жоғарғы және арнаулы орта оқу орындарының жатақханаларының жаңа студенттер арасында берілуіне мониторинг, студенттердің бүгінде қалай орналасқан жағдайына басқасына жастар тарапынан мониторинг жүргізу жұмыстар басталды. Соның аясында міне Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті облысымыздағы жалғыз мемлекеттік білім шаңырағы. Соның жатақханасын мен келіп қазір біз күндіз жаңағындай осы қалай бөлініп жатыр, соның тәртібімен таныстық, бәрі бақыладық. Енді сол студенттердің өз-өзімен жүздесіп, ой пікірлерін бөлістік, алдағы атқаратын жұмыстарымызды айтып, одан кейін
мына жатақханадағы жағдайымен танысып, қандай жағдай жасалғанын соның бәрін біліп өздерімен сұхбаттасуға келіп отырмыз. Және мынау жобамыздың атқарылып жатқан жұмыс бойынша ақпарат алмасып, олардың ой пікірлерін осы жаңа оқу жылында бірлесіп жұмыс жасауға шақырып, осындай бір кездесу ұйымдастырып отырмыз. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің студенттері 524 орынға арналған. Мұнда бірінші кезекте әлеуметтік жағдай төмен отбасыдан шыққан білімгерлер жатақханамен қамтамасыз етіледі. Кездесу барысында студенттермен ашық пікір алаңы өткізілді. Білімгерлер грант мәселесі, жұмыспен қамтылу бағдарламалар жайлы түрлі бағытта көкейкесті сұрақтарына жауап алды. Гүлнұр Қанатқызы, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы. Ел есімі ел есінде. Аптада университетімізде атақты балуан, жетісулықтардың мақтанышы Саурық Сыдықов атындағы аудитория ашылды. Салтанатты шараға балуанның туған туысы, әріптес достар келді. Қолданысқа берілген оқу кабинетінде Саурық Сыдықовтың спорттағы жетістіктері мен естеліктері қойылған. Қазақ күресі, самбо және еркін күрестен КСРО спорт шебері, Қазақстан Республикасының 17 дүркін чемпионы Сыдықов Саурық Сейтпатқалыұлы атындағы аудитория ашылды. 18 қыркүйек Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің нөмірі 2 оқу ғимаратында кабинеттің ашылу салтанаты өткізілді. Шараны дене шынықтыру және өнер факультеті ұйымдастырып отыр. Ондағы мақсат атақты балуан спорт шеберінің еңбегін елеп, өскелең ұрпаққа ер есімін ұлықтау. Мінекей енді батырларды да еске алып жатыр. 93 жылы қайтыс болды, 95 жылы Батыс шағын ауданынан көше берілді атында. Осы университет қабырғасында Саурық Палуан атындағы стипендия бар. Музейде заттары тұр. Енді міне аудитория ашылып жатыр. Соған мен ерекше толқын үстіндемін. Осыны ұйымдастырып, осы аудиторияны ашып, еңбек сіңірген жандарға, әсіресе Ерлан Қазбекұлына, университеттің ректоры Қуат Маратұлына, осы кісілердің жанында жүрген жанкүйерлерге барлығына алғысым шексіз, үлкен рахмет айтам. Саурық Сыдықов шәкірт тәрбиелеп, ұстаздық тәлімгерлік қызметпен де айналысқан. Балуанға арнап білім ордамызда аудитория ашуда тегін емес. 1986 жылдары Ілияс Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институтында аға мұғалім, спорт клуб төрағасы және дене тәрбиесі мәдениеті факультетінің кафедра меңгерушісі қызметін атқарған. Еңбек жолында ұстаз өзі қызмет атқарған оқу ордаларының студенттеріне арнап стадион салдырып, жағдай жасаса, сонымен қатар қала бойынша өтетін түрлі спорт шараларының ұйытқысы болып жүрген. Ашылу салтанатына балуанның туған туыстары, дос-жарандары, көзін көрген әріптестері арнайы келді. Шара барысында ердің ерен еңбегін айтып, естеліктермен бөлісті. Алдағы уақытта осы аудиторияда болашақ спорт шеберлері балуанның өмір жолымен етене таныса алады. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы. Енді кезекті спорт жаңалықтарына берсек. Аптада университет басшылығы студенттермен жолдастық кездесу өткізді. Ректор футбол командасымен бірінші курс білімгерлерінен құралған команда Аладоп ойынын көрсетті. Толығырақ тілші тарқатады. Спорт денсаулық кепілі. Бұл қағиданы ұстанған университет басшылығы әрдайым түрлі спорттық шараларды ұйымдастырып келеді. Бірі университет ректорының футбол командасы мен бірінші курс білімгерлері арасында дәстүрлі түрде өткізілетін футболдан жолдастық кездесу. Аладоп ойыны университет табалдырығын алғаш аттаған білімгерлерді білім ордасының қоғамдық өміріне белсене араласу, қызметкерлермен еркін қарым-қатынас орнату мақсатын көздейді. Биылғы ойын әрине жастар жылына орай, сонымен қатар профессор оқытушылар құрамымен білімгерлер арасында бұқаралық спортты дамытуға бағытталған. Бұл ойын осымен 3-ші жыл қатар дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Негізгі ректордың командасында проректорлар, декан, кафедра меңгерушілер және оқытушылардан құралған жаңағы команда. Осы ойын жылда дәстүрлі ұйымдастырады. Және бұл жастардың арасында осы футболға деген қызығушылық, жалпы спортты дамытуға өзінің үлкен үлесін қосады деген ойдамыз. Жолдастық кездесу биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Ойын 2 таймға созылды. Ойыншылар осал болмады. Тартысты жарыста 3-3 есебімен достық жеңді. Алдағы уақытта салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған мұндай шаралар әлі де жалғасын таппақ. Гүлнұр Қанатқызы, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы. Ардақты ағайын, бізге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Жақсылықта жүздескенше.